Сәлеметсіздер ме достар? Қазір біз сіздермен Аспамокс ұнтағын дайындайтын боламыз. Бұл ұнтақты баламыз суықтап қалған болатын. Дәрігер ұсынды бізге. Қазір ғана аптекадан алып келдік. Осындай коробкада 250 мг құрғақ ұнтақ болады. 6 грамм ұнтақ бар ішінде. Дайындалғанда 60 мг суспензия, дайын түрінде 60 мг суспензия шығады. Құрамында осындай құрғақ ұнтақ, осындай мерный шприц бар. Қазір дайындайтын боламыз. Қазір дайындайтын боламыз. Мына крышкасын басып тұрып ашу керек. Өйткені балалар ашпау үшін осындай защитный қақпақпен қойылған. Қақпағы өте мұқият жабылған. Қазір ашатын боламыз. Осылай ашамыз. Өте мықты жабылған екен. Бірінші азғантай су құйып аламыз да, осыны араластырып аламыз. Ыңғайлы болу үшін, жақсылап араласу үшін. Бірде-бір ұнтақ қалмау керек, барлығы тегіс араласу керек. Осылай аз су құйған кезде тез араласатын болады, сондықтан барлығы араласып болды. Енді осы белгіге дейін су құямыз. Қайнаған, суытылған су. Осылай жақсылап араластырып, бөлме температурасында мерный шприцпен біздің балаға 2,5 жас қызымызға 5 мг береміз. 3 мезгіл 5 мг суспензиядан беруді дәрігер ұсынды. Бұл дайын суспензияны міндетті түрде балаға беріп болған соң холодильникке қою керек. Холодильниктен беретін кезде алдын ала шығарып қоясыз. Кішкене жылытып, бөлме температурасында жылытып, балаға бере бересіз. Ауырмаңыздар. Балаларымыз ауырмасын, дендеріңіз сау болсын.